Үйде 4 қыз орамалдамыз. Туысқан інім бірге тұрады. Оның алдында орамал. Қаншалықты туысқан мәселе сода. Таң намазынан бастасам әзірге бола ма дейді. Құптаннан бастай беріңіз, кешкі намаздан. Таң намазы жету керек әлі. Қарыздың орнына садақа беруге бола ма дейді. Қарыздың орнына қандай қарыз? Қарыз намаздың ба, біреуге қарыздың ба? Атанаға айтпай, намаз оқуға бола ма? Атанаға айтпай, ораза ұстаушы дейді. Атанаға айтпай істеген дұрыс емес, білу керек. Ужас кино көріп, қорқыныш пайда болса не істеу керек дейді. Кино көрмеу керек. Содан қойсаң, өз қойып келеді. Асханада жұмыс жасаймын, ораза ұстасам бола ма? Болады. Аллаға сыйынып, бала-шағамыз аман болуын тілейміз. Жақсы. Кешегі жер сілкінісі нағыз Алла деп отырған түрік бауырларымызға неге сондай сынақ беріп жатыр? Қалай ойлайсыз? Алланың сынағы ол барлығына келе береді. Сіздер ойлайсыздар ғой, намаз оқыса кемей қалады деп. Жоқ, келе береді барлығына. Алла таңдамайды. Сондықтан мүмкін біреуге хайыр, біреуге жаман, әртүрлі нәрсе бар оның астына. Алла тәуба қыламыз. Алланың қалауы бізбен ақылдаспайды. Бірақ Алладан жеңілдік сұраймыз. Ташбих тартам, 5 сүрені оқысам, сонда түсім дұрыс емес, не жасау керек? Намаз оқу керек. Ұстаз, жынды қалай шығарған дұрыс? Жынды шығаратын адамдар шығарады. Шығармайтын адам омен алараспаған дұрыс. Анаңды мазақ қылсаң не болады? Соны Құдай көрсетпей-ақ қойсын саған. Кем намаз оқуға қарсы не істесем болады? Жасың нешеде бота? Сау кетіңіз, рахмет, Алла разы болсын. Әйелім кальян шегеді, мені тыңдамайды, сізді тыңдап отыр, не дейсіз дейді. Сен тыңдамаса, мен тыңдаймын не? Кальян шетса, ол кальян шегетін әйелге қой деу керек. Сенің әйелің ол басқа неден шегіп жатыр, нағып шегіп жатыр, мен білмеймін ғой. Сен тәрбиелеу керексің, сенің әйелің ол міндет саған жаным. Жақсы сөз сөйле, қой де, сыйлық сыйла, апарып қыдыр кішкене. Мүшел жаста садақа берген дұрыс па? Дұрыс, дұрыс. Жолдасым 2 рет намаз оқып тастап кетті. Иншалла 3-сі рет бастайды. Бастап тастамайды. Бастай берсін. Көмек беріңіз, мотивация беріңіз. Ораза кезінде бассейнге баруға бола ма? Болады. Бассейн суын ішіп қоймаса болды. Түсінде енем ақ көйлек сұрады дейді. Орталарыңызды жарастырыңыздар. Ортаңызда кішкене сөз бар. Орамалға келген қыз бос болса шалбар киюге болмай дейді. Сол жайлы жоқ болады. Кең болса шалбар кие береді. Хиджаб міндет па дейді. Орамал тағу міндет әйел адамға. Намаз сөздерін қате айтып қойсам жалғастыруға бола ма? Болады. Бірдің қолын алу деген не? Бірдің қолын алу деген Құранда келетін байат деген сөзіне қолданады. Бір ұстаз тұту деген сөз болады. Дәрет алып болған соң адамдар артынан шашыраған суларын сүртпей кетеді. Сол дұрыс па дейді. Сүрту керек. Мұсылман адам барлық жерде таза болу керек. Үйде де, қонақта да, аузы да, қолы да, киімі де, өзі де, бүкіл денесі де таза жүру парыз болады. Біз денсаулығымызды қалай күткен сияқты тазалық тура сол сияқты парыз болады. Әсіресе біреудің үйінде. Зікір салауатты дәретпен айту керек пе? Дәретпен айтсаң супер болады. Дәретсіз айтсаң да бола береді. 3 жаста балам тілі шықпай жүр, қандай дұға оқысам болады? Өзін білетін адамға барып тілін тап тұру керек. Түсінде Құранды ашып оқысаң, сол Құранға өңілу керек деген сөз, іске асыру керек деген сөз. Жұмыстан жұма намазға жібермейді. Өзімді жұмыста өтесек бола ма? Жоқ, болмайды. Жұмада 5 намаз, жұмыста 5 намаз оқисыз. Жұма намаз оқу үшін мешіт болу керек. Мешіт әркімге ашық болу керек, рұқсаты болу керек, ресми тағайындалған имам болу керек.
Ұстаз, намаз бұзылса, келген жерінен тоқтатып тұрып бастан баслау керек па? Ондай үкім бар, бірақ имамға ұйыған жағдайда барып дәрет алып, қозғалмай тезірек барып тазірек келу, ол лахиқ деген үкімге кіреді. Біздің жағдайымызда самый лучший дұрыс варианты барып, сол жерден намаз қалады да барып қайта келіп, сол намазды қайта оқисың, жақсы болады. Жүктілік кезінде угроза болып қан аралас выделение келеді, ғұсыл бұзыла ма дейді. Жоқ, бұзылмайды. Дәрет бұзылады. Ассаламу алейкум ұстаз. Адам түсінде ақ мысық көрсе не болады? Қасыңыздағы әйелдер көп деген сөз. Түсімде жолдасым умраға барып келді. 2 мезгіл ғана намаз оқып жүр дейді. Садақа мен зекеттің айырмашылығы неде? Садақа ерікті нәрсе, зекет міндетті нәрсе. Намаз бастағым келеді, бірақ біріне тоқтатады, не істеу керек, түсінбедім. Ораза ұстап болғаннан кейін қарызыңды өтемей қойсаң, ұстаған оразаң қабыл болмай ма? Қабыл болады, бірақ толық болмайды. Ассаламу алейкум говорит, что не понял я вас. Әкем 20 жылдан бері қан диабет, намаз оқыңызшы деуге бата алмаймын. Қандай дұға оқыған дұрыс дейді. Намазға шақырыңыз, ода тұрған ештеңе жоқ. Қара киім кимеген адамдар. Здравствуйте, день добрый вечер, слушаю вас. Зекеттің кімге береді? Зекетті ағайын туған туысыңа бересің. Намазда ықылық десе қабыл бола ма? Қабыл болады. Жай намазсыз намаз оқса қабыл бола ма? Қабыл болады. Құмалақ дұрыс емес. Зекет қалай беріледі? Алланың ризалығы үшін 40-тан бірі 2 немесе 2,5% бересің. Балаға көз тигенге не істесек болады? Қолын басына қойып тұрып аятты оқисыз, кетеді. Кетпесе ұстаздарға барасы өз біледі. Түске өзің сенесіз бе? Әлбетте. Түс пайғамбарлықтың 40 элементінің бірі болып табылады. Басыма ине тыққандай сезіндім дейді. 3 рет дуаланған ба мені дейді. Не істесем болады? Жоқ. Басың ине тыққандай болса, соң басың тук десе де ол ненің белгісі емес. Көз тигенің белгісі емес, дуаланғанның белгісі емес. Кішкене магнитный поледан жүрдің, ауырып қалдыңыз, басыңызда кішкене давление көтерілді, давление түсті, қан қысымы сондай деп ойлаңыз. Қатты қоймай баратса, қолыңызды оқып, деп аят оқып, басыңызды бетіп қойыңыз, иншаллах қояды. Осы айда ораза тұтады ма? Тұтасыз, қабыл болсын. Таң намазының уақытын алдын ала оқыса бола ма? Жоқ, болмайды. Уақытсы кіру парыз. Ұйықтай алмаймын, басым ауырып, бірдемен ойлап жатам дейді. Ештеңе етпейді. Дәрігерге көрініңіз, ұйықтаңыз. Бір кісі менің пірдің қолын алуға ниеттеп жүр. Жоқ, Құран оқып намаз келіңіз. Бір сізді жол табасыз. Зекетті ағайын туған туысқанға берген ең жақсы сол. Ұстаз, жігітімді ұмыта алмай жүрмін, не істесем болады дейді. Кішкене кітап оқысаңыз қоясыз. Түсімде Меккеде жүрмін, өңіңізде жүруге Алла нәсіп етсін. Перманенткадан дәрет өтпейді. Намаз бастау үшін қандай сүре керек? Білген сүреңіз жаттай беріңіз, Фатиха жаттағаныңыз жақсырақ болады. Қарап оқысаңызда намаз қабыл болады. Түс арқылы аян беру мүмкін бе? Тап солай. Түсімде бір үйде жүрмін, танитын сияқтымын, бірақ өмірде көрмегенмін. Бөлмеге кірсем, әйел қуып шығады. Не мағына дейді? 2 әйел қуып шығады. Уәделеріңіз орнында алмаған деген сөз болады. Можно ли собрать все намазы прочитать вечером? А можно ли всю еду, которую вы едите с утра до вечера, собрать и эту трапезу провести только вечером, в ночное время? Конечно, это будет неправильно. Точно так же вельма укота, то есть каждый намаз читается в свое определенное время. Если бы не было этого определенного времени, я бы сказал бы. Точно так же вы бы сказали, и все бы другие сказали бы, что у меня завтра тяжелый день, либо завтра у меня тяжелый день, либо легкий день, поэтому я все намазы завтрашние, либо сегодняшние совершу только сегодня, либо завтра. Поэтому такого понятия нету. Намазда бірдеңе алып, енем бірдеңе алып, атанаңа көмектеспесең, жолдарың болмайды дейді. Соны тоқ түсіндіресіз бе дейді. Енем бірдеңе алып бермесек дейді. Дұрыс айтады.
Ақша беріп тұру керек енеге, көңілін қарап тұру керек, жақсы сөйлеп тұру керек, дұрыс айтады. Садақаны қалай беріледі, айтыңызшы, не деп береді, ештеңе деп бермейсің, Алла көріп тұр, бере бересің. Сен жұмысың бере беру. Демеу не обязательно. Мен бердім, мә саған деудің керегі жоқ. Алла көріп тұр, сіз беріп тұрғанда қандай ниетпен бересіз, сол ниет қабыл болады жаным. Ояу отырғанда қағбаны көрсең не болады екен? Жақсылық нәрсе ол. Алла шынында да көруге Алла нәсіп етсін. Макрух деген сөзді қалай түсін? Әдепсіздік деген сөз. Түсімде Қатым Құран туралы айтсаңыз, Қатым Құран басынан аяғына дейін оқып шығу деген сөз. Ассаламу алейкум, айлықтан 2% мұқтаж адамдарға беріп жүрсең, ол садақа ма, әлде зекет пе? Зекет емес, ол садақа болады. Ұстаз, универде оқиман десем, енем қарсы, маған жұмысқа кір дейді. Оқу, кіріп кейін істеймін десем, қарсы. Келешегіміз ойлан, оқуыма қарсы дейді. Жұмыста істеңіз, оқуды да сәлғастырыңыз. Оқыған дұрысырақ. Макияжбен намаз оқитын қыздарды жиі көремін. Бұндай намаз. Енді бірінші дәрет алып алып, дәретін бұзбай макияж істесе өте береді. Сіз ондай қыздарды қарамай қойыңыз, сіз өзіңізді қараңыз. Зикр намазсыз оқуға бола ма? Болады. Здравствуйте. Только во сне видел, что у меня украли машину. Несколько раз видел, что у меня украли машину и возвращали, дейді. Значит, у вас с супругой есть проблема. Именно в той области само по себе транспорт. Это в зависимости, каким он ни был, либо лошадь, либо, в общем, все, что связано с вашим личным транспортом, это толкуется к вашей супруге, либо супругу. Значит, ее взор не направлен не в вашу сторону. Намазда дұғаны тез оқыса бола ма? Жоқ, жай оқыңыз. Қисса дегенді қалай түсінеміз? Қисса деген тарих деген сөз, өткен өмір деген сөз. Бұрынғы пайғамбарлардың тарихы. Шымкентке ертең барамыз бұйырса, жоқ арғы күні. Ұстаз, мен перманент жасатқан едім дейді. Намазыңыз келеді дейді. Перманент. Ұстаз, жылқының еті макрух па? Жоқ, жей беріңіз. Ас халал. Намазда неше түрлі ой келеді, иә, бірақ оның намаз қабыл болады дейді. Бірақ ойлама үшін не істеуге болады? Ең соңғы намаз деп оқыңыз. Ниетті дауыстап айтыңыз. Балам 15 армияға барам дейді. Мен қорқамын. Дұға қылыңыз, ештеңе етпейді, жақсы болады. Шейіттер жайлы. Шейіттерді біз мұсылман деп қабылдай алмаймыз. Истихфар оқудың шарттары. Истихфар оқу деген Алладан кешірім сұрау деген сөз. Оқи бересіз, бірақ сол күнәға қайта бармаңыз. Алматыға қашан келесіз дейді. Алматыдамыз. Қарақалпақстан дейді. Аллахтаға тәуіпке бару керек па дейді. Тәуіпке бармау керек. Денсаулығым жарамайды деп намазға қойып кеткен адамға не деуге болады? Оны үйрету керек, тәрбиелеу керек, айтып түсіндіру керек. Намазды тастауға ешқандай ауру себеп бола алмайды. Яғни отырып оқиды, отырып оқымаса жатып оқиды, дәрет ұстамаса күніне 5 рет дәрет алады, болмаса таяммен оқиды. Барлығы қарастырылған. Намаз оқығанда дұғаларды қазақша айтуға бола ма дейді. Әлбетте біз қазақпыз, сол үшін айтып жатқан жоқпыз. Қазақша айтыңыздар. Намазды сәлем бергеннен кейін екі жаққа бүкіл дұғаларды қазақша айтыңыздар. Қарағанды мемлекеттік университетіне қашан келесіз? Және сізге рахмет. Агностик досым исламды сүйіп сүйсініп сізді тыңдайды дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Салауатты дейді. Так, сүрелерді салауатты іштей айтып жүрге бола ма? Болады. Әйел адам сүрелерді даусын шығармай оқу керек дейді. Енді, конечно, автобусқа отырып дауыстап оқысаңыз елдің бәрі құлап қалады.
Сондықтан сыбырлап оқисыз ол кезде, үйде болса оқи бересіз. Бөтен еркектердің алдында кішкене сыбырмен оқысаңыз болады, бірақ бөтен еркектердің алдында оқымаған дұрыс болады. Оқу қажет болса сыбырлап оқисыз. Күйеуіңнің фамилиясына өткен дұрыс па? Енді шариғатта ондай жоқ. Өткен болсаңыз, фамилияңыз құтты болсын. Бұл переживать ететін нәрсе емес. Бізде бұл сондай қазір осы бір таласты мәселенің бірі болып жатыр да. Өзі ақыр заман жақындағанда адамдар ерікті, нәзік нәрселерге сонда құмар болады. Бұл болмайтын, түкке тұрмайтын нәрселер. Майда сөздерге да, майда сөз. Фамилияға ауыстырсам не болады? Үйде гитара тұрса не болады? Оны айттық, гитара болады, барабан тұрса барабан болады дедік. Екеуі өткенде бір жазып жүріп, екеуі бірақ болса не болады деп. Онда ансамбль болады. Сол сияқты енді тұра береді, ода тұрған ештеңе жоқ. Анаған жабысып, мынаған жабысудың не керегі бар? Басқа нәрсе бітіп соғалып па? Адам өзінің атын өзгертуге бола ма дейді. Аты жаман аттар қойылса өзгертуге болады. Өзгерту керек. Ұятсыз аттар, ыңғайсыз аттар, өзің намыстанатын аттар. Мысалы Итбай, Күшікбай деп қойған болса, өзің намыстанасың атыңнан, бұл жағдайда ауыстырған жақсы болады. Ұста тез ашуланшақ болып кеттім, намаз оқимын, бірақ тез ашуланамын, ашуланып болған соң өкінемін дейді. Демек намазыңызда проблема бар деген сөз. Намазды да тез оқисыз деген сөз. Намазды өте тез оқитын адамдар солай болады. Фытыр оқысаң, онда тура сол сияқты ашуланшақ боласыз. Намазда кішкене сабырлыққа келсеңіз, өмірде сіз тәрбиелі боласыз. Егер азамат намаз Құран оқи алмаса, қасындағы ер адам Құран оқи алмаса, қасындағы әйел адамның Құраны қабыл бола ма дейді. Әлбетте. Жолдасым әскери адам, намаз оқуға болмайды, бірақ оқығысы келеді, қалай жасақ болады? Үйде келгенде оқып бастасын. Намаз оқыған әйел адам міндетті түрде орана ма? Ораны өзінше жеке парыз, намаз оқу жеке парыз. Көзге ота жасалса, намаз оқуға қалай болады? Еңкейуге болмайды десе, онда басымен бетіп оқи бересіз. Басымен жай ымдап оқи бересіз. Үйде сувенир, ат, мысық, күшік, басқа сувенир тұрса бола ма дейді. Кішкентай майда жүре сувенирлер бола береді. Мынаны көрген шығарсыздар, мына сувенирді танисыздар ма? Көрсетіп қойып еді ғой бәріне. Сол тұр мені мешайт еткен жоқ. Өзіме қарап тұрады. Қалай істеп қояды анда-санда. Масқапта жоқ, имамның артынан ұюға бола ма? Жамағат бөлініп жатыр, қабыл болмайды дейді. Мазхабты мойындамаған адамның артынан намаз қабыл болады, егер сіз оның дәретінен күмәніңіз болмаса. Яғни дәретін точно аяғын жумай, мәсіне нәскиді сүрте салатын болса, оны көзіңізбен көріп, оның нәскиі өтпейтін нәски екенін анық білсеңіз, онда артынан ұйымайсыз. Біздің Қазақстан Республикасындағы барлық мешіттерде ондай ұстаздарды муфтият қоймайды, ондай имамдарды. Босанғаным 40 күн болды. Ораза ұстасам бола ма? Қарзым бар еді, өтілмеген жоқ, ұстамайсыз. Балаңыз емізіңіз. Өтінем халқым дейді, не дейді? Қандай үй алмайды адамдар, Машина соғып, аяқ қол жағын бәрі қабырға сол жағын жерде хайыз болдым. Дәрет алуға мүмкіндік болмады. Ғұсылда себебі постельде жаттым дейді. Сол кезде КМДБ-нің пәтуа бөліміне звондағам дейді. Не дейді олар? Намаз оқымақ қойды деген жоқ, айту мүмкін емес. Жатып алып оқи бересіз намазда. Жолдасымыз екеуміз 10 жыл болды. Отау құрғанымызға, некеде жоқпыз. ЗАГСтың қағазы ғана, 4 баламыз бар. Некеге отырсақ бола ма? Балаларымды қалай азан шақырып, молдан үйге шақырасыз, тез бітеді мәселеңіз. Намаз оқығанда саусақ көтеріп оқыса бола ма? Көрген едім, болады, ода тұрған ештеңе жоқ. Сізге қарсы ұстаздар туралы не ойлайсыз? Маған қарсы емес, олар ешкім айта береді. Әркім айта береді. 7 ай ораза ұстай түсті жорудың кітабы электронный версиясы дайын. Құдай қаласа бірер уақытта шығарамыз. Приложение кейінде болады. Үлкен бір проект дайындалып жатыр. Құдай берсе, соған жетуге Алла нәсіп етсін. Соны қолдап жатқан бір кісілер бар. Алла ұзақ өмір берсін, бақытты өмір берсін ол кісілерге.
әкемнің намазға тілі келмейді, ештеңе етпейді, тілі келгенше оқи берсін. Ұстаз, аяғым ауыр, 8 ай болды, бұйырса ораза ұстасам болады ма дейді. Қарыз 1-2 күнім бар сияқты ұмытып отырмын точно бірақ дейді. Сіз денсаулығыңызды күтіңіз, балаңызды аман есен босаныңыз, содан кейін көре жатарсыз, асықпаңыз. Намаз, әке-шешем өмірде намаз оқымайды, діннен хабары болмаса, ақыретте балалары Құран оқып жаттаған, Құран нұрдан тәжки етсе, ата-анаға жәннетке бара ма? Иншалла, сондай үмітте болайық. Абысыным орыс дініне кіріп кеткен болса, оның солын күйеуімен некелер дұрыс болмайды. Ер адам әйелінің рұқсатынсыз тоқал алады ма дейді. Ер адам әйелінің рұқсатынсыз дейді. Әйелдің рұқсаты маңызды емес, бірақ әйелдің хабарсыз болсын деген сөз емес, әйелге айтып алу керек алатын болса. Духы жетсе. Духы жетпесе тыныш отыра беру керек. Аға, өз тақияңызды киіңізші дейді. Добрый көрінесіз сол тақиямен дейді. Добрый көрінем ба? Жарайды. Айтсаңыз болды. Ал добрый болдық. Екқабат әйел адам намаз оқима, отырып алып оқиды. Миллион рет жаздым, оқымайсыз дейді, көрген жоқпын. Сіз қай жерде тұрасыз? Алматыда. Мүшел жас туралы айтсаңыз, батағылатын бір өмірді өзгертетін уақыт деген сөз. Намаздасам сүренің алдында бисмилля оқыла ма дейді. Жоқ, оқылмайды. Ханафиде оқылмайды, басқа мазхабтарда оқылады. Оқыса да намаз бұзылмайды. Күйеуі шетелде жұмыста 1 жыл болды, неке бұзыла ма дейді. Жоқ, бұзылмайды. Кез келген нәрсеге тез ашуланып, зекіп тастаймын, бас аяғына қарамай, кейін өкінемін, ұяламын, 5 уақыт намаз оқимын, сабырға қалай келуге болады дейді. Намазға келсеңіз де, намаздың шарттарына келе алмағансыз, сондықтан солай болады. Дана дейді, намазды оқығаныма 5 ай болды, тек парызын оқып жүрмін, сүннетін қалай оқиын? Тап солай оқисыз, санын білсеңіз, ниетінде тек қана солай деп айтасыз, тағы да қосымша айтасыз, мешітке барсаңыз үйретеді. Аяғы ауыр ораза тұтама, денсаулығына қарайды, бірақ баланы аман есен босағаныңыз жақсы. Салауатты айтыңызшы ұстаз, түсіндіріңізші, миллион рет айттым сізге дейді. Аллахумма салли аля сайидана Мухаммад ва аля сайидана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деп айта бересіз. Болды, сол несін айтайық ондағы. Қарыз кредиттер көбейіп, ойлана беремін, дұға қылыңыз, Алладан сұраңыз, жауап беріңіз, өтініш, аяқ асты, ауырып қалғанмын, осы жақында түсімде бір адамдар менің нәрселерімді жерлеп, маған жаназа оқып жатқанын көрдім. Бұл қаншалықты дұрыс дейді. Иншалла ауруыңыздан жазыласыз. Осы ауруыңызға көрінген нәрсе өзгеріс деген сөз. Жасыңыз нешеде дейді, білсек бола ма дейді. Имам мен қыздардың жасын сұрамайды. Ата-ананың атынан дейді, садаққа Алладан кешірім сұрайтын дұға бар ма? Бар. Раббана ғафирли вали валидайя валил муъминина яума яқумул хисаб. Сүннет киім қандай болады? Сүннет киім әр жердің дәстүрі әртүрлі, соған қарай болады. Ғалымдар ғалым деп ойлап қалмау керек, балалар күліп мазақтамау керек, елдің бәрі ауыз ашып қарақ қалмау керек. Әуретіңізді жауып тұратын, салт пен дәстүрге қарсы болмаған, сізді елдің бәрі көріп, бас айналып құлап қалмаған киім сүннет киім болады. Тырыспаған, кең тұрған киім жақсы болады. Әр жердің киімі әртүрлі болады. Сүннет киім дегеннің өзінде кішкене, мысалы, арабтардың киімі, қазір ұзын көйлегі сүннет киім деп айта алмаймыз. Сүндет той беру ата-ана үшін парыз ба дейді. Жоқ, парыз емес. Баланы сүндеттеу сөздің өзі айтты. Сүннет пайғамбардың жақсы жолы. Екі бүйрегім ауырып, қиналып жатыр екенмін түсімде. Нені білдіреді? Алла шипа берсін. Еңбегіңіз жансın. Рахмет. О, Нұрсейітжан. Қалай жақсың? Қайтқан адамдар бізді көре ме? Көреді. Көрсетеді оларға. Қасыңыз теріп қойғас па дейді. Жоқ.
Біздің Анар әпшеміз қосылды, Әсеткүл әпкем қосылды. Қыз балалар оранып дейді, бірақ спортқа қатыса алады, бар. Жол жүргенде неше рекат оқуға болады? Парыздар 4-те 2-ге қысқарады, сүннеттер жағдаятқа қарайсыз. Атасы, немерелерін, ұлдарын намазға жыққысы келіп, сендер тозақсыңдар дейді. Жалпы намазға жыққан дұрыс па? Басқа намаз оқиды-ау деймін. Жоқ, оқысын, бірақ тозақсыңдар деп айтқан ауырлау сөз екен. Өйткені тозақтың иесі Алла өзі біледі, кімді кіргізеді, кімді шығаратыны. Енді қорқытып айтқандағы түрі шығар, енді о кісінің сөзін аңдымаңыз. Өзі қазір адамның сөзін аңдыған заман болды. Менің сөзімді аңдап, оны қиып алып, оны анда салып, оны мында салып жүрген қаншама бауыр қарындастарымыз бар. Енді не айтамыз? Алла ансап дейін берсін дейміз. Мысалы, кейбір адамға айтылған сөз, мысалы осы жерде айтылған сіздерге кеңес деп айтайын. Ол әркімге әрқандай. Сізді көріп тұрып, жазғаныңызды көріп тұрып, сізге айтылған, бұл индивидуальный сізге айтылған нәрсе. Ол басқаға жүрмеуі мүмкін да. Мысалы, дәреттің парызы неше десе, дәреттің парызы кітаптағысы 4-еу. Бетін жуу керек, қолын жуу керек, басына масық тарту керек, және аяғын жуу керек. Кейбіреуге 5-еу болуы мүмкін. Қандай? Оның қолына жүзік тақса, жүзігінің астына су кіргізу, ол парыз болады. Сондықтан ол 5-еу болып кетуі мүмкін. Сол үшін оның бәрі әркім индивидуальный сұрағаны жақсы болады. Бір нәрсені сату үшін қандайды оқиды дейді. Алла осыған берекелді қылды, оқи бересіз, болды. Жан досым ұл болып, ұл баланы жақсы көрсе дейді, үлкен күнә ма дейді. Гей болса арам, оны тәрбиелеу керек, оны емдеу керек, онымен алысу керек. Әйел адамның табысын күйеуіне бермеген үшін күйеуінің ренжуі қаншалықты дұрыс? Егер табысы жақсы бола тұра, әйел адамның табысын санауы дұрыс па? Бұл сенікі, менікі, сен таптың, мен таптым деген бұл жанұяда береке болмайды жан. Еркек рас, шын мәнде әйел адамның табысына кіріспегені жақсы. Бірақ ол өмір болғанның сенің күйеуің ғой, сен не істеп жүрсің, білгенің істеп жатсың ба? Әй дейтін ажа, қой дейтін қожа біреу болу керек. Ода тұрған ештеңе жоқ. Сіз анау ненікі дұрыс па, мен өзім білем, мое пространство деген американский қазір не шықты, терминология шықты, мое пространство деп. Сенің пространствоң сен күйеуге шыққан кезде тоқтаған. Саған күйеуге шықпауың керек еді. Күйеуге шықтың ба, сен күйеуіңнің пространствосына өттің жаным. Енді мен өзім білем, онда өзің бар, өзің білген істей бермедің ба? Жоқ, сен күйеуге шыққаннан кейін күйеуге айтып бөліскен жақсы болады жаным. Дұрыс, тағы да айтам, дүние сенікі, сен таптың, молодессің, орден саған, медал саған түр-түрімен. Бірақ айтсаң, махаббат артады ортада, құрмет артады ортада. Түсінесіз бе? Сондықтан бұл дұрыс нәрсе, бір-біріңізге айтып, мен осындай таптым, осындай деген дұрыс болады. 14-15 жаста сүйіссең не болады дейді, аузыңа ұшық шығады, ауру боласың. Қой ондай, сабақ оқы сен, 14-15 жаста сүйісіп не істеп жүрсің? Достарыма намаз қалай оқытам дейді, ақылыңызды айтып жіберсеңіз дейді. Сен өзің оқы, жайсан, сен өзің оқы.